сосын болашақ қайда бара жатыр деген сұрақ туындайды. Әр қазақ өзінің жеті атасын бүйтіп қарайтын болса, арасында бір немесе екі атасы ғана арабша есім болуы мүмкін. Бүкіл жеті атаның бәрі негізінен жаңағы қазақша есімдер. Мен де жеті атамда санайтын болсам, Әбубәкір деген атамның ғана есімі арабша екен. Мысалы үшін Арманның әкесі Серік, Серіктің әкесі Әбубәкір, Әбубәкірдің атасы Сағындық, Сағындықтың атасы Сарымсақ, Сарымсақтың атасы Сүтбай, Сүтбайдың атасы Тоқбай, Тоқбайдың әкесі жаңағы атасы деп әкесі Таныбай. Яғни осы барлығы қарап отырсаңыз бүкіл қазақи аттар, қаймағы бұзылмаған қазақша аттар. Абайды алсақ та есімі Ибрахим деп қойғанымен, мысалы үшін Құнанбай, Сағынбай бүкіл жаңағы нелері қазақша аталары. Осындай біз есімдерімізді арабшаландыру арқылы да ұлттық ерекшеліктерімізден айырылып бара жатқан жоқпыз ба деген. Жалпы былай ғой, бір идеологияның былай ол бірдесіне келмейді, біртіндеп жайлап келеді. Сол негізгі бірден бір құралы ол адам есімін өзгерту. Яғни тарихқа қарайтын болсаңыз, біздің енді Шыңғысхан бабамыздың немересі болған Құбылай деген. Ол Конфуциустан қабылдайды да аты Юаньға айналып кетеді. Юань династиясы қалыптастырды. Одан кейінгі бауыры Құлағу бүкіл шығыс жаңағы араб елін басып алады да, бірақ ол да кейін ислам қабылдады, илхам болып кетеді. Мынау жаңа православияны қабылдаған Петр Семен Бекболатович төре Шыңғыс тұқым. Бірақ неге Семен болып кетті? Яғни православный қалды. Анау арғы жаңа бізде бәрі айтып жүр, граф Дракула деп жүрген Басабар Цепош, жаңа колосажатель дейді. Ол кім ғой? Ол да Шыңғыстың бір ұрпағы. Яғни бірінші не? Дінді қабылдаған кезде адам есімін өзгертеді. Яғни егер қазақтың балдары арабша кетіп бара жатса, яғни арабизация процесі, енді қазіргі айтады, талибизация процесі жүріп жатыр деген сөз. Қарқынды жүріп жатыр деген сөз. Енді бұл жерде тағы қызық нәрсе бар. Мысалы, арабша деп жүрген аттың көбісі қазақ. Яғни мына сөз арабтікі, ана сөз парсыныкі деп бізді әбден үйреткен. Бізде түк жоқ сияқты. Не біздің бір таяғымызда қалған жоқ, сызатын бір әрбімізде қалған жоқ. Сол сияқты көп есімдердің, арабша деп жүрген есімдердің түбі қазақ болуы мүмкін. Сондықтан, арабизация процесі жүріп жатқан білем, бірақ көп аттардың түбірін зерттейтін болсаңыз, 90% даже одан көп қазақ болып шығады. Себебі кезін жаңағы Мұхаммед пайғамбарға келетін болсақ, ол кезде түркизация процесі болған. Керісінше. Оның негізгі аты Алямин болды. Сол заманда бір көпес болған Мұстафа деген. Соның атына Мұстафа болып өзгерді. Кейін енді үлкен концепция болу керек. Бұл деген аты енді региональный болмайды ғой. Сол кезде біздің түркінен шыққан Мұқан қаған деген болған. Кезде сол бүкіл араб болу түбегін басып алған. Керексең сана тасты оқытып жүрген. Соның несіне Мұхаммед деп өзгерді. Яғни арабтардың түркілік кері процесі болған. Яғни қай ел өзінің жаңағы идеологиясын жүргізеді, экономикасын, жаңағы экономикалық үстемдігін жүргізеді, идеологиялық. Сол сияқты енді менің де өзім сондайға ұрындым, мен де балдарым есімдерін арабша қойдым. Соң қазір мен өзім алдында бәрін өзгертіп тастадым қазақшаға. Шайх Рахман деген ұлымның атын Батухан деп өзгертіп тастадым. Өзгертуге бола ма екен бір қойып қойған есімді? Енді қарсаңызшы, құжат бойынша? Енді бізде болды ма деймін ғой. Ибрахим Абай болып өзгерді. Мұхаммед Қанапиев Шоқан болып өзгерді. Әбіл Мансұрың Абылай болып кетті. Соны ойландым. Жаңағыдай кейде кері процесс болады ғой. Яғни дәстүрде бар зат. Тамаша.